Құрметті көрермен, біз бағдарламамыз бір керемет сұхбатпен жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта көптеген халықаралық мемлекеттік байқаулардың лауреаты, қазақ өнерінің қайраткері Айбек Бектұрұлы. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Нұржан. Рахмет, көргенімізге қуаныштымыз. Енді айтып жатырмыз ғой, өнер осы тақырыбымызды біз бағана бағдарламамыздың басынан бастап жылы сөзден бастап жатырмыз. Батадан бастап жатырмыз, жақсы көретінімізді айтамыз. Жалпы өзіңіз жақсы көруді қалай білдіресіздер? Өнер азаматтары ондайға жүрекке сезім білдіреміз ғой біз қаттырақ. Тамаша. Адам жүрген жерінде жақсы көру жайлы көп ойлап, соны эмоция арқылы, сөз арқылы білдіріп жүреді. Мысалға, мен отырған жерімде қазір қандай керемет сәт, үйдегі ата-анама, туған туыстарым көріп отқан болса, барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерді шын жүректен жақсы көремін. Тамаша, құрметті көрермен, сіздерді жақын жадырыңызда жақсы көретіндеріңізді айтып жүріңіздер. Ал енді сұхбатты бастайық, жаңа айтып жатыр ғой, халықаралық мемлекеттік байқаулардың лауреаты деп жатырмыз. Жалпы осы үлкен кештерге, жарыстарға қанша жасыңыздан бастадыңыздар? Естуімше әнші балапаннан бастаған екенсіз. Әнші балапаннан бастадық. Қанша жаста? 11 жасымда. Ағаңызбен бірге сахнаға шыққан екенсіз. 11-12 жасымда. Қандай ән айттыңыз, есіңізде ме? Ол кезде біздің енді жан досымыз, жан серігіміз, әкеміздің баулуымен қазақтың күмбірлеген қара домбырасымен бастаған болатынбыз. Сол домбырамен туған інім Айдын екеуміз екі дауыста дуэт болып әндер шырқаған болатынбыз. Ал енді басқа да қандай байқауларға қатыстыңыз? Одан кейін көп байқаулар болды. Мен үлкен ауқымда. Айтысқа да қатыстым. Айтысқа да? Енді ол кезде енді ақын бола жазадым сәл қалған кезде. Бірақ енді өзім оған іштей қанымда болып. Қалай болды ол әнші айтысқа қатысып кету? Енді қараңыз, ол кездерде мынау өнер даму қарқында болды. Өзіміз тәуелсіздікке енді кірген бетіміз. Жалғыз мектепте әнші өзім, көптеген байқаулар болсын, тек қана мені жібере береді жан-жаққа. Енді мұны жақта жаңағы мектепаралық айтыс оқушылар айтысы болушы еді ғой бала кезде. Айтысы ұйымдастырыла қалады да, соған енді кімді жібереміз деген кезде домбыра шертетінсіз, ән айтатынсыз. Мектеп директоры апайымыз жаңағы қалың дәптер болушы еді ғой, соған толтырып тұрып өзі ақындығы бар екен, өзі бәрін дайындап маған жазып береді да, мынаны қайтсең де оқып отырып айтысқа қатысасың деп мені сөйтіп айтысқа қатыстырып. Қалай болды айтыс, жаттадыңыз ба? Республика көлемінде жоқ, оқып отырып айтыстық. Балқаштың бір қызынан жеңіліп, 3-ші орын иеленген болатын. Қандай тамаша. Соның өзінде, мысалы, егер де ары қарай соны жалғастыратын болсақ, бәлкім мен айтыскер ақын болып көтермедім. Бірақ енді ол айтыскер болу үшін анау басталу керек. Жаңағы Мұқағали атамыз сияқты бала күнінен өлең жазып бастаған ғой сол сияқты. Сондықтан мен ақын емеспін. Әншімін. Әнші. Жалпы әншілік жолды таңдау үшін себепші әкеңіз. Жаңа айтып отырсақ. Себепші әкем өте өнерлі, әкемнің нағашы жақ, өнер нағашын дариды ғой. Өзімнің анам да келтемес, аңылдатып, ән айтады отырыстарда. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы қазақтың қанында бұл өнер бар. Енді осы өнер жолында жүрген ауыр жол деп жатады ғой көбісі. Жалпы қазіргі таңда өнерде не қиын? Оңай жол емес. Танылу қиын ба, ән жазу қиын ба, ән табу қиын ба? Кеше ғана бір отырыста досымыз айтып жатыр да, сендердің өмірлерің қандай тамаша, мен яғын әнші болмадым екен, сендер сияқты жүріп жаңағы қызғырқындарға қырындап, ән айтып дейді да, иә деп біз солай көреді, инстаграмнан болсын жауап беріп отырмыз да, ол негізі олай емес деп жаңағы. Негізі қалай? Тұңғышбай Жаманқұлов көкеміздің әнінде бар ғой, біздер патшалардан паңдармыз, сол өлеңді тұтасаңыздар, сол жерде біраз келтіреді өнер жолының қандай ауыр екенін. Біз енді ылғи да қысы жазы далада гастрольде өтіп мысалға жүре береміз ғой. Үлкен бір жан-жаққа шығып кетеміз, мысалға көлікпен жүреміз көбінесе дегендей. Оңай емес. Әрістің өз қиындығы бар. Енді айта кетіңіз, қазіргі таңда естуімізше шамамен 2 альбом бар. Әндер жинағы. 2 альбомға жоқ. Баяғыда әндер жинала қалса, бір 10 әннен асса, бірден жаңағы кассета шығарып жататын, диск шығарып жататын әзір. Басқа да бір әлеуметтік желі ғой қазір, көбінесе адамды қызықтырды. Сондықтан бір нәрсесін ойластырып табуымыз керек болып тұр. Жобада жоспарымыз
бар. Енді құрметті көрермен, дәл қазір енді Айбек мырзаның жоспарын және тамақ жасауын, сондай-ақ әнін де тыңдаймыз. Ардадан ауыспаңыздар. Дәл қазір бізде жаңалықтар, ауа райы болжамы, астрологтардың кеңесі бірінші. Кейін жаңалықтармен жалғасып, шағын жарнамадан кейін қайта ораламыз. Ал құрметті көрермен, тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа айтқанбыз, Айбек мырзамен біз сұхбаттастық, енді бір таңғы ас жасаймыз деп, бір өнерлі адамдардың таңғы асы қалай басталады, неден бастайды, не көбіне тұтынады. Спортшылар артық салмақ қоспау үшін жасап жатады. Естуімше әншілер көбіне қарынды тойдырып алмау үшін, жанды дауысты әдемі ән айту үшін, қатты асқазанға ауыр түспеу үшін жеңіл жеп жатады тағамдарды. Ал Айбек мырза, өзіңіз көбіне жаңа айтып жатсыз, таңғы асты, жалпы тағам жасауды ер азаматтар жақсы жасайды деп. Енді біз көбінесе бұрыннан таныспыз ас үйде. Анда-санда араласып тұрамын ас үйде. Жігітке жеті өнерді аз демекші. Нұржан, сен мына пиязды турай бер. Не жасаймыз, соны айтыңыз бірінші. Жігітке жеті өнерді. Енді әдеттегі біздің орысша яичница дейді ғой, жұмыртқаны тез қуырамыз. Құрметті көрермен, мұны өздеріңіз көріп тұрсыз, біздің алдымызда қарапайым жұмыртқа, пияз, сондай-ақ мына тауықтың төс еті, бұл піскен бұлға және піскен тауықтың етін турап жатырмыз, пияз тураймыз. Шұжықтың орнына колбаса дейміз ғой. Шұжықтың орнына міне бізде тауықтың төс еті бар екен. Былай қойып қойық көрінсін. Біздің неміз қызып екен. Қызып тұр бұл тава. Ал май құйып жіберіңіз онда. Нұржан болса. Енді. Ал құрметті көрермен, әдеттегі өзіміздің жақсы көретін таңғы асымыз бұл қуырылған жұмыртқа. Түу, шіркен. Әншілер қауымы екеуі жұмыртқаны пісірмей ішіп жатады дейді. Ол енді жаңағы неге жақсы, дауысқа жақсы деп айтып жатады ғой, бірақ оны өзімізде тексеріп талай ішіп көргенбіз. Түк пайдасы жоқ па? Неге жұмыртқаның әсері бар ғой енді. Қандай әсері бар екен? Спортшылар дедің ғой. Жоқ, жаңағы әншілерге ішкен. Жоқ, пайдасы дауысқа. Ән айтуға дейтін ондай несі қатысы жоқ па? Қатысы жоқ. Құрметті көрермен, біз бағана айта кеттік, мұнда жақсы көру деген тақырыпта Айбек мырза басынан мұнда көптеген көрермендер де тілектерін білдіріп жатыр. Жақсы көруді айту керек. Мен өз өмірімді жақсы көрем, балаларымды оятқанда мен сендерді жақсы көрем, мен сендерге сенем деген жазып жатады екен 57-64 номеріне. Тағы 64-35 номеріне келіп, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, редакция қасиетті жұма мүбәрәк болсын дейді. 24-88 номеріне келіпті. Керемет тақырып, өз ойымды қоса кетейін. Адамдардың жақсы көруі, жақсы оймен, жақсы өмір сүруіне әсер етеді. Жаркенттен Айнагүл апай дейді. Айнагүл апайға біз сәлем жолдаймыз, тағы да хаттарыңыз жолдаңыздар. Айбек мырза, сіздің әндеріңізді естіп көруші едік, көрінбей кеттіңіздер ғой. Қазір қай жақта ән айтып жатсыздар, топ қайда дейді. Бір көрермен жолдапты, 20-23 номеріне. Топ 2013 жылдан жұмысын тоқтатқан. Дуэтке арналған жұмысты тоқтатқан. Жеке шығармашылықпен айналысып жатқан жайымыз бар. Тарман дуэті жоқ. Тұз қостыңыз ба? Сәл кішкене қуырылған бетке ақырындап. Шым тұз қосамыз. Құрметті көрермен, таңғы асқа жайғасқан көрермен болса, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Тұзды да көп жеуге болмайды. Қант жегендей. Енді біз тауықтың етін қарапайым жұмыртқан, яғни қарапайым барлықтарыңа жақсы көретін, күнге күш-қуат беретін асқазанға таңғы ас дайындап жатырмыз. Біздің тақырыбымыз жаңағы жақсы көретініңізді қалай білдіресіз? Осы тақырыпта сауалдарыңызды WhatsApp номеріне жолдасаңыздар болады. Енді біз осы тақырыпта жұмыртқа қуырғанша Айбек мырза ас бөлмеде тұрып, бір акапелла ән сұрайыншы сізде. Таңғы ас дайындап жатқан кезде, мына әншілерге ең жаңағы распевка дейміз ғой. Жаттығу ретінде маған ылғи көмектесетін Абай атамыздың көзінің қарасы бар ғой. Өте тамаша көмектеседі. Мархабат, құрметті көрермен, бірге шырқайық, барлығымыз білеміз. Екеуміз соланды көрейік. Көзімнің қарасы, көңлімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Ай, тамаша. Әрқашанда көңіл күймен, оянғанда көңіл күймен тұрып, өстіп таңғы асты жасау керек. Тамаша, мен әншілердің лайфхагы таңғы ас жасап жатқанда, ән айтып, распевка жасап жүреді екенін біле жүріңіздер. Ал біздің жұмыртқамыз да қуырылды.
қарапайым дайын пиязбен тауықтың етімен таңға әншіден ас деп айтайық Айбек мырзадан. Енді жаңа айта кеттік, 2 альбом дедік қой. Бағыр өтсеңіз болады. 2 альбом. Шамамен қанша ән бар? 20-ға жуықтап қалды. Шабадың асып қалмаса. Тақырып қандай көбіне әндердің? Ішіне лирикаға жақын ба? Мен енді лирикалық тенор болғасын, одан кейін бір қатып қалған қағида жоқ. Менде тақырып әртүрлі. Туған жерге арналған әндер, махаббатқа арналған әндер, аналарға арналған әндер, әкелерге арналған әндер, бауырға арналған әндер, қарындасқа арналған әндер. Бүгін мен сіздерге жаңа ән алып келіп отырмын. Қарындасқа арналған ән. Барлық қарындастардың құрметіне ән шырқалатын болады. Сәлден кейін міндетті түрде тыңдайтын боламыз. Енді Айбек мырза айта кетіңізші, қазіргі таңда жастар ән шығарса, әншілер қауымы, жастар деп айтқаным, жаңа шыққан әншілер көбіне осы мына TikTok, әлеуметтік желі арқылы көптеген видеоларды, ремикстарды түсіріп, ерекшеленіп жатады. Ал өзіңіз осындай дүниелерге әлеуметтік желіден байқасақ, көп түсірмейді екенсіз. Әлеуметтік желіге біз енді үйреніп, соған етіміз енді үйреніп келе жатыр. Дегенмен де тамаша мүмкіншілік. Әрине. Пайдалану керек. Бірақ енді қазір қарапайым халық үйдегі отырған ата әжелеріміз ғана көретін шығар теледидарды. Көбінесе жастар теледидар көрмейді. Қазір меніңше әлеуметтік желі алдыңғы қатарда тұрған сияқты. Сонымен қазіргі біздің де басымыз ауырады. ютубпен, тиктокпен, инстаграммен деген сияқты. Бірақ дегенмен де теледидардың аты теледидар. Сондықтан да жиі теледидарға шығып тұру керек деп ойлаймын. Иә, енді құрметті көрермен, міне әлеуметтік желіні айттық, теледидарды айтып жатырмыз. Біз сұхбаттасып отырып, ән шырқай отырып, абай атамыздың әнінде таңғы асымызда дайын болды. Әбеке, ас болсын, дәмді атайық. Ауыз тиік, ал бисмилля. Құрметті көрермен, міне керемет, әрине. Нағыз пайдалы ас. Және де мұнда көкөністен дайындалған, қиярдан, санақтан, шөп шалаңнан керемет бір дайындалған салатымыз да бар, біздің редакция қыздар дайындап берген. Таңғы ас ол пайдалы болу керек, күш беру керек адам баласына. Және де қазіргі қыста жылы жүру үшін нағыз адамға керекті осы тауықтан табылады. Белок. Яғни спортшылардың көбінесе қымбат. Енді өзімізде спортпен шұғылданамыз ғой, сахнада жүреміз, форма сақтауымыз керек деген сияқты. Әрине, адам баласы таңғы асы жалпы күніге жейтін тағамның өзі жылу жүруіне, көңілді жүруіне пайдасы орасан зор. Мысалы, бүгінде Алматы қаласындағылар біледі, еліміздің көптеген өңірлерінде қалың қар жауып, кәдімгі қыстың өзі бір ызғары суы қайта басталғандай. Жалпы осы ақпан айын ертеде аталарымыз қыстың нағыз суығы ол ақпанда болады. Ақпанда жылы жүріңдер деген түрлі айтатын ақыл кеңестер бар. Ал қазіргі таңда үлкендеріміз осы ақпан айына қандай болжам бар? Назар аударайық, бірге көрейік.
көбірек құлшынып таппадым бір тыным көкейімде жыр тұнып нұр сыйлап жаныма келіп қоншы қолыма бәлкім сені тағдырым жолықтырды бағыма оу есіміңіз кім болады қарындас сіздей ару іздесем де табылмас кел билейік қол ұстасып айнала жанымызда сезім оты жалындап есіміңіз кім болады қарындас сіздей ару іздесем де табылмас кел билейік қол ұстасып айнала жанымызда сезім оты жалындап Қандай тамаша, керемет. Әуек Мірсе, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Тек жақсы күндерде жүздесейік деген. айтқаның келсін Нұржан. Енді құрметті көрермен, дәл қазір біз кезекті әріптестерімізге береміз. Қайырлы таң Қазақстаннан кейін тамаша көңіл күймен керемет ақпарат ұсынатын Доброе утро Казахстан бағдарламасы Талғат пен Амината. Қайырлы таң. Доброе утро. Ассаламу алейкум. Отличное выступление. Спасибо вам за Күн настроение. жақсылыққа толы болсын. Рахмет, рахмет. Тек сәттілік сіздерге. сіздерге сәттілік тілейміз, әріптестер. Енді әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын дейміз. Таңғы астарым дайын.